Сәуірде не жаңалық? Жеті қыз бен кешкі жұлдыздың кездесуі. Марс сытылуда. Және ай иллюзиясын шешу. Сәуірдің басында әр кеште күн батысымен бірнеше сағаттан соң шолпан үркерге қонаққа барады. 1-нен 5-не дейінгі әр түні шолпан біртіндеп көтеріліп, үркер жұлдыз шоғырын басып өтеді. Ең қызығы 3-ші сәуірде шолпан үркердің ішінен еді. Бұл олар дүрбіне кең аялы телескоптың аясына сыйып кетеді деген сөз. Ауа райы қолайлы болса, керемет көрініс күтіп тұр. Ашық аспан тілейміз. Юпитер, Сатурн, Марс және Ай квартеті сәуірдің ортасында тағы өнер көрсетеді. Өткен айда Юпитер мен Сатурннан сытылып кеткен қызыл планета сәуірдің таңғы аспанында газды алыптардан қашуын жалғастырады. Марс айды Сатурнның дәл астында бастағанымен сәуірдің ортасына қарай біршама ұзап кетеді. Ай бұл тұстан 14-і, 15-і мен 16-сына өтеді. Бұл үш планета аспанда енді бірнеше жыл кездеспейді. Сондықтан оларды бірге ұстап қалуға тырысыңыз. Қазір жерде Марсты өкшелеуде. Көп ұзамай екі планета НАСА-ның Марс 2020 миссиясымен жақында Perseverance аталған роверін ұшыруға қолайлы орналасады. Толған ай қашықтықта, қала немесе алыс тау үстінде көтерілгенде алып болып көрінетінін көбіміз байқағанбыз. Бұл құбылыстың өзіне лайықты атауы ай иллюзиясы. Бұл иллюзия мыңдаған жыл белгілі болса да, әлі күнге оның айқын ғылыми түсіндірмесі жоқ. Ай шығып не батып бара жатсын, әлде мейлі төбеде тұрсын. Кез келген нақты бір түнде оның ені өзгермейді. Мұны дәлелдеу үшін өзіңіз-ақ көптеген тәжірибе жасай аласыз. Фотограф көкжиектен сәл жоғары айды ғимарат не тау ағаштарымен бірге түсіріп, ай иллюзиясына еліктейді. Бұл атмосферамыздың оптикалық әсері емесі белгілі. Әрине, атмосфера шығар және батар айды сарғыш түске бояйды. Шығар не батар күнді қызартқаны сияқты. Тіпті ұшқыштар мен ғарышкерлер де масштабты сезінуге көмектесетін ағаштар, ғимарат пен тау болмаса да, ай иллюзиясын көргенін хабарлаған. Зерттеушілер біздің миымыз көкжиектегі алыс нысандарды төбеде тұрғандағыдан гөрі үлкенірек деп қабылдайтынын анықтады. Бірақ мұның дәл себебі әзірге түсініксіз. Сонымен, мидың жұмысын біреу түсіндіріп бергенше, жай ғана ай иллюзиясы мен ол туғызған ғажайып көріністерден ләззат алайық. Сәуірдегі ай фазалары. НАСА-ның қазіргі және болашақ барлық миссиялары NASA.gov сайтында. Мен Престон Дайч, NASA реактивті қозғалыс зертханасынан, және бұлай жөнінде осы.